Сәлем достар, бұл мен Айдана, акушер-гинеколог. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жүктіліктің алғашқы белгілері. Әрине сіздерден лайк, кері байланыс және видеоны соңына дейін көрсеңіздер. Көптеген қыз-келіншектер жүктімін бе, жүкті екенімді білмей қалдым, қалай анықтасақ болады алғашқы апталарында деген сұрақтарды жиі қояды. Бүгін сол жүктілік туралы, жүктіліктің алғашқы апталарындағы белгілері туралы айтатын боламыз. Жалпы жүктіліктің алғашқы кезіндегі белгілер ол етеккір алды белгілеріне, яғни етеккірдің алдында көңіл күйіңіздің өзгеруі, жүрегіңіздің айнуы, кеудеңіздің ауыру сияқты белгілермен көрініс беруі мүмкін. Сол етеккір алды синдромымен жүктіліктің белгілері ұқсас келеді. Енді жүктіліктің алғашқы белгілерінің өзі 3 топқа бөлінеді. Ең бірінші тобы күмәнді белгілері, яғни күмәнді белгілері дегеніміз жүкті әйел өзі ғана сезінуі мүмкін бұл белгілерді. Одан кейін мүмкін, яғни сізді тексеруші маман акушер-гинеколог пен сіз екеулеріңіздің әңгімелесулеріңіз, дәрігердің сізді тексеру барысында көз жеткізген мағлұматтар болса, ал үшіншісі нақты белгілері, яғни нәрестенің бар екенін көру, осы белгілер жүктіліктің нақты белгілеріне жатады. Енді бірінші белгісі, күмәнді белгісі, жүкті әйел осы жүктіліктің алғашқы апталарында ең бірінші іштің төменгі бөлігі ауыруы мүмкін. Себебі ұрықтану процесі болып, ол жатырға түскеннен кейін жатырға бекіну керек. Пайда болған ұрық сіздің болашақ нәрестеңіз. Сол кезде жатыр баланы ұрықты бөгде дене екен деп ойлап қалып, қатты жиырыла бастайды, оны сыртқа қарай шығарып тастағысы келеді. Соның нәтижесінде іштің төменгі бөлігінде, яғни жатыр аймағында ауру сезімі пайда болуы мүмкін. Бұл етеккір алдындағы іш ауруына ұқсауы мүмкін. Келесі, қанды бөліністердің пайда болуы. Яғни жатырға келіп бекінгеннен кейін жатырдың белгілі бір бөлігіндегі шырышты қабаттың сылынып түсуіне алып келеді ұрық сол жерге бекінгеннен кейін. Ал шырышты қабат бөлінген кезде ол қанды бөлініс ретінде біздің іш кемімізге қанды бөлініс ретінде жағылуы мүмкін. Бұл етеккірден айырмашылығы қысқа уақыт қана және де азғантай мөлшерде қанды бөлініс ретінде көрінеді. Келесі белгісі ол жүрек айну, яғни жүктіліктің алғашқы апталарында, әсіресе таңертеңгі уақытта жүрек айнуымен көрініс береді және тәбеттің нашарлауымен. Бұл дегеніміз жүктілік гормоны прогестеронның көп мөлшерде бөлінуі және де жатырға бала бекінгеннен кейін арнайы ұрықтық гормондар бөліне бастайды. Олардың барлығы сіздің жүрегіңіздің айнуына алып келуі мүмкін. Одан кейін ұйқышылдық. Яғни айтып кеткендей прогестерон гормоны ол қан тамырлардың кеңеюіне, одан қан қысымының төмендеуіне, ол шаршағыштық пен ұйқышылдыққа алып келуі мүмкін. Басқа жағдайларда да, мысалы қан қысымыңыз төмендеп кеткен кезде ұйқыңыз келуі мүмкін. Сондықтан кей жағдайда осындай көріністермен белгі береді. Және де кеудеңіздің көлемінің ұлғаюы және де сезімталдығының артуы. Яғни егер жүкті болсаңыз, онда сізде ұрық пайда болды, нәресте пайда болды құрсағыңызда. Соған байланысты енді болашақ ұрпақ үшін оның қорегі ретінде сіздің сүт бездеріңізде белсенді қызметін не көше бастайды. Сол кезде ол жердің де қызметі жатыр сияқты артады. Яғни прогестерон гормонының нәтижесінде олар да қызметке қосылғандықтан, олардың да сезімталдығы артып, ол жерде болашақта сүт өндіруге дайындала бастайды қазіргі кезден бастап. Сондықтан сүт безінің көлемі ұлғайып, ол жердің сезімталдығы артып, және түсінің түсі өзгеруі мүмкін, терісінің түсі. Одан кейін келесі ол мүмкін белгілері, яғни дәрігерге барған кезде дәрігер тексеру арқылы
Мысалға, сіз жүктілікке тест алып тексердіңіз, ол кезде егер екі жолақ шығатын болса, бұл да мүмкін белгісі, яғни сіз жүкті болуыңыз мүмкін деген, ол нақты белгісі болмауы да мүмкін. Кей жағдай тест дұрыс жасалмаған кезде, немесе сіз қатты күткен кезде, сондай организмден арнайы гормондар бөлініп, жүкті екеніңізді көрсетуі мүмкін. Және де дәрігер тексерген кезде, мысалға, жатырыңыздың көлемінің ұлғайып, немесе оның құрылымының өзгеруі, және де сізді креслоға шығарып қараған кезде жыныс ағзаларыңыздың көгеруі, және де сүт бездеріңізді тексеріп көрген кезде олардың көлемінің ұлғаюы, осының барлығы, яғни дәрігер мен сіздің көретін көріністеріңіздің барлығы жүктіліктің мүмкін белгісіне жатады. Ал нақты белгісіне келетін болсақ, онда ультрадыбыстық зерттеу кезде, яғни УЗИ-ға түскен кезде нәрестенің жүрек соғысының болуы, яғни жатырда нәрестені көрсеңіздер, ол қимылдаса, қимыл қозғалысының болуы, одан кейін жатырды дәрігер немесе өзіні сипап, ұстап көрген кезде нәрестенің дене бөлшектерін анықтай алсаңыз, онда жүктіліктің нақты белгісіне жатады. Егер осындай белгілер болып жатса, онда құттықтаймын, сіз жүктісіз, 9 айдан кейін өзіңіздің сәбиіңізбен жолығасыз. Ал кейбір жағдайда айтып өттім ғой жоғарыда, мүмкін күмәнді белгілері, яғни жүктілікті қатты күтіп жүрген қыз-келіншектерде осындай белгілер болуы мүмкін, және де өзін жүктімін деп ойлап қалуы да мүмкін. Себебі етекер алдындағы синдромдар жүктілік белгілеріне өте қатты ұқсайды. Сондықтан егер тесттен теріс жауап алсаңыз және жүкті емес екеніңізді біліп етеккіріңіз келсе, онда көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Бұл дәрігерге барып, жүктілікті жоспарлауға және де болашақта дені сау, қалаған ұрпақты алып келуге тағы да бір себеп болып табылады. Және де ешқандай депрессияға, уайымға салынбаңыз. Себебі сіздің денсаулығыңыз сау болу керек. Сонда ғана сіз сау ұрпақ алып келе аласыз. Сау болыңыздар. Келесі жүздескенше.